Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге Flowby платформасы жайлы түсіндіретін боламын. Ең алдымен браузерге немесе Яндекске Flowby деп ағылшынша теріп жазып іздейміз. Ең алғашқы шыққан Labs Google Flow дегенге басып, сайтқа кіреміз. Кіргеннен кейін бізде осындай терезе ашылуы керек. Сайт ағылшынша, бірақ Яндекс оны автоматты түрде орыс тіліне аударып береді. Сайтқа кіргеннен кейін бізде осындай 3 пункт бар. Бесплатно, сосын бір айға $19, бір жылға $124 деген секілді өзінің премиум пакеттері бар. Бізге керекті бесплатный түрін таңдаймыз. Бесплатный түрінде 100 кредит және 50 кредит күніне беріліп отырады. Сіз осыны пайдаланып, өзіңізге керекті видеоны, суретті жасай аласыз. Сайтқа кіріп таныс болғаннан кейін создавайте с помощью Flowby дегенді басып, өзіңіздің почтаңызды немесе Google аккаунтыңызды теріп тіркелсеңіз болады. Тіркеліп болғаннан кейін сізде начать деген батырма шығады. Соны басып, өз жұмысыңызды бастай бересіз. Кейіннен создать проект немесе өзіңіздің бұрын жасаған видеоңызды редактировать етсеңіз болады. Кейіннен создать проект батырмасын басқан кезде сізге жаңадан терезе ашылатын болады. Осы жерден что вы хотите создать деген жерді басып, қасында видео X2 дегенді бассаңыз, видео жасауға арналған промптыңды жазып, өзіңізге қажетті видеоны жасап аласыз. Немесе бұл жерден видео дегенді бассаңыз, изображение деген бөлім шығады. Сол жерден өзіңізге қажетті суретті жасап аласыз. Мына жерге қажетті промпт жазасыз. Мысалы, мен сыныпта мұғалім оқушыларға сабақ түсіндіріп тұрған бейнесін жасап беретін. Сізге күніне 2 немесе 1 видео ұзақтығына қарай тегін жасап беретін болады. Күнделікті 50 кредит беріп отырады. Соны жинап өзіңізге тегін қолдана аласыз. Промптты жібергеннен кейін осындай видеоны дайындап береді. 5 немесе 3 минут аралығында дайын болған видеоны күтесіз. Міне бізге жасанды интеллекттің көмегімен ең алғашқы видеомыз дайын болды. Мұғалім оқушыларға сабақ түсіндіріп тұр. Және де екінші видеомыз дайын болды. Ол жерде ер мұғалім сабақ түсіндіруде. Яғни жасаған кез келген дайын промптыңыз арқылы сіз өзіңізге қажетті видеоны жасап ала қоясыз. Видеоның ұзақтығы 10 секундқа дейін барады. Кейіннен видео дегенді бассаңыз, изображение деген қасында жазу шығу керек. Соны басып, нано банана арқылы өзіңізге керекті сурет жасап аласыз. Мысалы, мен қолына гүл ұстап тұрған мұғалімнің немесе адамның бейнесін жасап беріп промпт жаздым. Сіздің жазған промптыңызға байланысты нақты әрі шынайы фотоны жасап бере алады. Мінекей, қолына гүл ұстап тұрған ұстаздың бейнесі. Осылай промпт арқылы жасалған видеоңыздың үстін басып қарасаңыз, жоғарыда скачать деген батырма шығады. Соны бассаңыз, сіздің ноутбугыңызға немесе телефоныңызға видеоңызды сақтап береді.